Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Шосалы кентіндегі жеке тұрғын үйде бүгін апаттал түсте газ баллоны жарылды. Арта алапат өртке ұласқан үйдің астынан бір отбасымен 4 адамның мәйіті табылды. Олар анасы, баласы және қызы. Төтенше жағдай мамандарының мәліметінше оқиғадан ерекше әлемін Я балам, уайымдап звондап жатырмын, мына пожар болсын. Жақсысың ба әйтеуір, амансың ба? шын сезім бақытты тек саған тән еді, жанымның айқайын тек саған айтайын, ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым. Сөзім ғой жаныма өтсе де аз уақыт айналып. Отбасы семьялық мерекелеріңіз құтты болсын, отымыздың басы аман болсын, бауырымыз бүтін болсын. Мынау қазақ елі, ұжымдастарым, туған туысқандарымның бәрін мерекесімен құттықтаймын. Ауызбіршілікте болайық, ауырмайық, сырқамайық, шауып ойнап жүре берейік. Мынау көзге көрінген бала шағамыздың рахатын көрейік. Мерекең құтты болсын. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы.